Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін біз осындай бануфипай деген пирогты жасайтын боламыз. Өте әдемі көрінеді, сатуға қойсаңыздар да болады, және де қонақ келгенде қуантсаңыздар да болады. Бұл пирогты жасауға бізге ерітілген сары май керек. Осының үстіне сахарный пудраны қосамыз. Сахарный пудра болған дұрыс, өйткені сахар болса ол бізде түйіршік болғандықтан ерімей қалады. Кейін комок су өстіп електен өткізіп алып, сары маймен араластырамыз. Кейін осының үстіне 2 жұмыртқамыздың сары уызын қосамыз. Тағы да араластырамыз. Енді бөлек ұнымызға разохлитель қосамыз және де араластырамыз. Ендігі осы жаңағы сары майымызға бөліп ұнымызды саламыз. Бөліп салсаңыздар ыңғайлырақ болады және де араластырғанға да оңай болады. Start a conversation, we won't have one. Not very good with people. If you don't start a conversation, we won't have one. Соңында осындай қамыр болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырамыз және де біздің пакетімізге салып, осыны 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Кейін формамызға аламыз пирогтың арнайы және осы қамырымызды жайып шығамыз. Міне астына жайып болғаннан кейін бортик шығара бастаймыз. Бортиктерді өстіп шамалырап алып, және шетіне өстіп келтіреміз. Және де бұл жерде қалың қылмасаңыздар болады, өйткені қалыңдау болса, сіздердің мына тесталарыңыз көтерілгеннен кейін одан да қалың болады. Сондықтан да мен сияқты 1 сантиметрдей қамырды өстіп шетіне жаямыз. Мінекей менде осылай болды. Бортиктерін шығардым, орталарын дұрыстадым. Осындай қамыр болу керек. Кейін бұл пирогымыздың тестісі өріліп кетпес үшін орта жақтарын, шет жақтарын барлығын вилкамен осылай тесіп шығамыз. Кейін осы пирогымызды 30-35 минутта пісіріп аламыз.
Мінекей бұл жерде біздің уже піскен пирогымыздың астына вареный сгущенка жағып жатырмын. Барлық вареный сгущенка қанша керек барлығын астына описаниеға жазып өтемін. Осылай жағып шығамыз. Полный барлығына дәмді деген сгущенка алыңыздар. Осы пирогымызға сгущенка жағып болғаннан кейін бананды салып шығамыз осылай. Енді бананымызды қойып шыққаннан кейін менде арнайы сливки, творожный сыр және сахарный пудрамды миксерлеп алған едім. Осыны кондитерский мешокпен насадкаға салып алып, осылай узор салып шығамыз. Любой насадка келе береді. Вубипай насадкасы болса да болады, немесе жай ғана мешоктың ұшын кесіп, қазіргі кезде әртүрлі насадкалар шығаруда. Менде осындай насадка, звезда деген. Мінекей осындай пирогымыз шығады, ас болсын.